Біздің осы өрт сөндіру қызметі, ол біздің ең бірінші саламыздың бірінші мақсаты, ол адам өмірін құтқару болып табылады. Сонымен қатар осы қала өңірінде болатқан төтенше жағдайлар оқиғалары мен өрттерді сөндіру үшін біздер осындай маманды шығарамыз. Өзіміздің енді өрт сөндіру қызметі өзімге ұнайды, өзімнің мамандығым таңдап отқан себебі біздің мамандығымыз адам өміріне құтқаруға байланысты. Одан бөлек осы табиғи техноген сипатта төтенше жағдайларды болдырмауға, оның алдын алу мақсатында жұмыстарды атқарамыз. Жұмыс біздер дейтін ең біріншіден ол қауіпті жұмыс. Себебі біздерде өрт сөндіру қызметкерлері таңертең тәуліктік кезекші келе жатқан кезде осы күнде өзінің тәуліктік кезекші не болатыны ешқандай белгісіз. Қандай апаттар болатыны, қандай төтенше жағдайлар оқиғалар болатыны ешқандай белгісіз. Сол себепті біздің саламыз ең қауіпті салалардың бірі болып табылады. Орталық бекет байланысты. Апарат апарасынан да? Қайттан мына жерге қойып кете ғой, терезе жоқта болды. Көп болған жоқ маған осында ауысқалы. Біздер осында ауысып тұрамыз. Айынан 1 ай сайын или 2 ай сайын өзіміз аға өрт сөндірушілерді осында қояды. Осы 1 айдай болды маған осы должностьта жүргеніме. Қызықтар енді көп арасында. Рацияға дұрыс шықпайды. Сосын мана өзіп бергенде дұрыс айтпайды, андай дұрыс естілмей қалады. Мысалы контейнер дейді, контейнерный дейді. Андай адрес контейнерге бересің, бірақ жанып жатқан контейнер, мусорный контейнер. Рация шығып отам, баяндап отам, өртке кеткен начальникармен, қарауыл бастығымен бөлімше командирлері маған шығып отады. Баяндап, өртте не болып жатыр, қалай болып жатыр, не жанып жатыр, қай жерде кетіп жатыр, қандай жағдай болып жатыр, көмек керек па, керек емес па. Мен соны осынан орталыққа баяндаймын. Орталық бағандай көмек керек болса, мен орталыққа айтамын, орталық басқа бөлімнен көмекке шақырады. Сосын жаңа іште жігіттердің бәрі өртке кетіп қалғанда мен отдыхающий қарауыл болады бізде, демалып жатқан жігіттер. Соларды ішке көтеремін. Басқа жағдай болып қалғанда ішке керек. Кейде болады қатарынан түсіп кететін, андай бір өзіп болады, артынан екіншісі түседі. Ол келіп жатқанда қайттан үшіншісі түсіп кетеді, бағандай қатар-қатар жанып кетеді. Ол қамыстан келіп жатса, үй жанып кетеді. Мына жерде үшін бардак болып кетеді, өрттен келіп, бытсып, жерде қайттан кетеді, түстер шылық. Енді жұмыс жақсы, қанша қиын болғанмен де халық үшін жұмыс жасаймыз ғой, шаршамаймыз. Қанша шаршылық болса да жұмыс жасай береміз, тек қызмет ете береміз ғой. Орталық арай байланысты. Уақыт 10:11, шақырту қабылдаңыз. Баймұханов көшесі, мұрагер сауда орталығынан телефон шығып отыр. Түсінікті, орталық уақыт 10:11, мұрагер сауда орталығы қастан түтін шығуда.
біздер енді өрт болған жаңағыдай барлық жағдайлар кездеседі. Сонымен қатар біздерде мысалға өрт барысында өртке барған кезде адамдар ең бірінші адамдардың өмірін құтқару, сонымен қатар жарылғыш заттарды жаңағыдай болдырмау, алдын ала күш құралдар жұмсауымыз керек. Біздер енді ең алдымен адамдардың өмірі, оларға жауапкершілік танытамыз. Оттан сақтанайық, елімізде өрт болмасын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Біздер көретін 365 күннің сіздер тек қана бір-ақ қана күнін көрдіңіздер.